Кишарок. Привет всем. Что ты ищешь? Твои наушники у тебя там. Это, кажется, мои. Ой, Салемушка. Салам пополам. Привет. Прикиньте, я түнгі шай не делала почти месяц. Вообще, мен түнгі шайларымсыз қалай жүрсіңдер? Қалай вообще? Қалай өмір сүріп жүрсіңдер менің түнгі шайларымсыз? Привет. Всем түрлетіңдер, шай ішеміз. Жырқылдап, күліп, концерттен келатырмын. Осы қатын молодец дейді. Дұрыс айтасың, Рахмет. Да ты чё, Құралай? Привет. Міне мына чашканың наклейкасы алынды, жуылды. Меруерт, қош келді. Рахмет. Привет. Давайте ал. Бір айдан бері жиналып қалған. Жаңағы нервті ойнататын, қанды ішетін, сондай жынды қоздыратын сұрақтар дайын болса қойыңдар. Привет. Что обсуждать будем? Все. Вообще на моих эфирах рулите вы. Будем обсуждать все. Сіз сияқты коуч болғым келеді. Болса, Айнұр не алып жүрсің, 89 жылғы кесін өзің. Қандай концертке бардыңыз? Нұрмаханның стендапына бардым, творческий вечеріне. Қобыз тартатын. Чтобы достичь успеха, обязательно не прощать родителей. Чтобы достичь успеха, надо работать. Я нервтан айтатын сұрақ қойсыш, Сабира. Ой, молодец, Азиза. Рахмет. Энергия жоқ, не істеуге болады. Қазір көктемде это, наверное, нормально. Қатты өздеріңді қинай бермеңдер. Сіздің ойынша келін қандай болу керек? Келін — это просто келін. Жалпы, тиктокта бір күшті, бір тарихты, бір күшті қылып түсіндіріп айтатын бір қыздың аккаунтын көріп қалдым да кеше. Рассказывает о том, негізі жалпы келіннің қазақ отбасылардағы келіннің орнын тарихи түрде түсіндіреді. Мысалы, біздер көшпенді кезде, біз көшпенді болдық қой. Көшпенді кезде келін никогда бір киіз үйде ата-енемен тұрмаған. Олар бөлек киіз үйде тұрған. Соответственно, шығатын есіктері бөлек болған. Потом начинается, біз енді көшпенді халық болғаннан кейін Советский Союзға кірген кезде бізге амал жоқ, біз отырықшы халық болуға мәжбүр болдық. Одан бөлек жаңа нелер басталды, соғыстар басталды, үйде ұл бала болмайды, еркектердің бәрі соғыста, и бүкіл тіршілік, бүкіл жауапкершілік әйелдің мойнына ілінеді. Сонда ене мен келіннің, ене мен қыздың, шешелердің мойнына ответственность ілінеді. Сосын бұрынғыдай бөлек киіз үй деген жоқ. Уже отырықшы ел болғаннан кейін, Советский Союз болғаннан кейін уже біз жер үйге немесе квартираларға көштік. Так как народ бедный, не істейміз, квартиралар кішкентай. Кішкентай квартираларға, кішкентай үйлерге. Сөйтесінде начинается травля друг друга. Бір-бірлерін жаңағыдай сидырмау, бір-бірлерін сынау. Сосын жаңағы еркектер жалпы соғыста көп өлгеннен кейін, дефицит болғаннан кейін олардан басыңа шығару. Ойбай, осы сен тұрма, сен үшін қызмет етейік, еркек ол пірін деген сияқты әңгіменің бәрі сол кезде шыққан. Потому что они же были в дефиците. Сейчас же нет такого, ребята. Сейчас такого нету. Қазір енді максимально, мысалы, ол кезде, сол советтің кезінде жалпы арендаға шықсаң да бөлек тұру деген мәселе. Ол кезде в аренду квартиры не сдавались, в ипотеку квартиры не давали. Қазіргі кезде вообще смысла нету ата-енемен бірге тұру, нету смысла. Жас қой ата-ене қазір. Бізде оны дұрыс көрмейді. Келін кесе болды, это домашний жаңағыдай не бесплатный рабочая сила деп қабылдайды бізде ше. Сөйтеді, келді ма, бітті, тойдамын, бет ашарып, орамал бетіп ашылды, все, иди посуду мыть.
там 150 человек пожрали там, да, там, не знаю, жеп, ішіп, шашып кетті, да, и келін ходит, жаңа түскен, осы үйге жаңадан келген біреудің қызы жүреді ыдыс жуып, да. Нет такого не было. И жаңағы қыз өзінің тарихи историяларында айтып беріп жатыр, да. Келін, неге ол келін, ол келгін сөзінен шыққан дейді, ол әлі де жат жұрттық дейді, да. И бала туғанға дейін оны бір үйдің ісіне араластырып, бүйтіп, балалы болған кезде ғана өзі жаңағыдай осы үйде, осы әулеттің тұқымын көбейткен кезде ғана оған жаңағыдай бір уже келін емес, ол қызы сияқты сөйтіп қарайтын болған дейді. У нас же все не так же. Поэтому старайтесь по-любому бөлек тұрыңдар. Ата мен ене жас қазір. Не заливайте в уши. Қазір нормально ата мен енелер өздерінің жаңағыдай шайын қойып, тамағын жуып, артында кірін жуып алады ғой. Не ол? Не тәлпіштік сендердікі? Жастарың енді 40-тан асты, 50-ден енді асқан. Ойбай, келін алдық, болды, енді ештеңе істеймін. Не модасы ол сендердікі? 50 жаста кемпір болу мода ма сендерге? Енді инвалид болу, бытовой инвалид болу мода ма? Істесе өзің, тамағыңды істеп, же өзің, үйіңді жина, сенің үйің ғой. Ана екеуін үйлендірдің ба, құрт көзін. Немесе вообще той істеп берме. Не тәлпіштік сол? Сонша кредитке кіріп, екеуіне той істеп, зачем? Өткенде, что-то я попозже увидела, кеш көріп қалыппын еді. Жаңалықты. Апрельдің басында заң шығыпты ғой. Енді бракосочетание, некені бұрын ЗАГСте қиятын еді ғой. Енді в общем сонда қиясыңдар. Яғни бұрындағыдай ырбиып, я сказала, сіздер бүгін жігіт, сіз не дейсіз? Сіз келісесіз бе? Я, жігіт емес, күйеу жігіт, сіз келісесіз бе? Я. Қалыңдық, сіз келісесіз бе? Я деп. Вот эта вся церемония нахрен пошла уже, все. Болды, керек емес оның бәрі. Егер істегінге бөліп баратсаң, үйінде тойдың алдында сондай бір церемония істей саласың, болды, бұрындағыдай ЗАГСта арбиып істеу деген жоқ. В ЦОН подаешь заявку, ЭЦП кілтпенше, тыңқ, болды, все, зарегистрированный. Сол сияқты да, ана той істеп ұрмай ақ қойыңдаршы. Той деген ол байлардың тірлігі ғой. Мен түсінмеймін қазіргі, уже болдыңдар ғой, уже все, той істеу деген, қарызға істеу, кредитке істеу деген сияқты. Танымайтын адам баяғыдағы 40 жыл бұрын бірге оқыған класстастарын шақырып, зачем это все? Екеуін үйлендір да тойда істеп берме, құрт қой, өздерінің нандарын өздері тауып жесін. А сен давай өзің тамағыңды істе, өзіңнің кіріңді жу, отырмай ырғыңдап. Не тәлпіштік осы қазіргі мынау енелердің жаңағыдай келін тәрбиелейін дейді. Қойшы, қойыңдаршы осы келін тәрбиелейін деген. Осы келінді сен 20-дан асқан қызды алып жатсың ғой, несін тәрбиелейсің? Болды, уже тәрбиеленіп қойған ол. Болды ғой ол. Не тәрбиелейін? Мен енді келін тәрбиелеймін енді. Несін тәрбиелейсің? 25-тегі қыз уже 23-25-те сенен ақылды ол. Ол мектепте білімін алып қойды, әке-шесінің тәрбиесін алып қойды, универдегі білімін алып қойды. Болды, не үйретесің сен? Не үйретесің? Бала туды ма? Без тебя знает прекрасно. Поэтому нет, қазір смысла нету. Балаңды үйлендірдің бә, құрт көзін. Өздері өз қотырын, өзі қасысын. Сосын мынау тәлпіштік типа, мен балама үй әперем. Әпермеңдер балаңа үй. Өзі тапсын. Сен өзің таптың ба? Мысалы, мы с мужем сами заработали на дом, на машину. Бұлардың да миы бар ғой сонда, пусть сами заработают. Главное, білім беру, тәрбие беру, махаббатыңды беру, болды, до свидания, үйленгеннен кейін бар, өздеріңе үй алыңдар деген сияқты. Вот именно. Болды, ана бұрынғы ескіліктің тәлпіштігін қою керек қой. Живите эффективно. Жастарың 50-ге келген кезде қартайып отырмаңдаршы, сол немереге жармасып. Немереге алданады деген тема меня бесит. Меня бесит вот это, знаешь? Немереге алдану. Ол не клоун беді ол? Немеге бағасындар немерелеріңді? Немере просто пообщаться на пару часов в выходные, все, не лезьте туда. Тәрбие ата әжесінің тәрбиесін суббота, воскресенье күні 4-5 сағат былай жетеді. 24 сағат, 24-те жеті қасына типа, вот это вот, әке-шешеміз алдансын деп, баламызды бердік деп, фуна бас. Алданатын не ол? Балаң клоун ба сенің? Алдандыратын не ол? Адам ғой ол бала.
адам ол. Ата-анадан сепарация только с переездом происходит. Мен енем болыңызшы дейді. Немере хочу дейтіндер, очень ондай ата-енені атып тастау керек. Немере хочу. В смысле? В смысле? Сонда ол мен келін, вы что, вы завод по производству детей, что ли? Ата-анаға сіз деп сөйлеу дұрыс па, или сен деп? Это каждая семья по-своему решает. Конечно, когда в 50-60 лет мужчина и женщина уже потеряли свою любовь, интерес к жизни, не істейді, баламен келінге жармасып, солардың көтін аңдып, қашан туасыңдар, тусай деген вот это вот давление. Вообще бесполезный әңгіме ғой, соның бәрі. Это вообще бесполезный әңгіме. Жаңағындай ше, 50-60-та да, жаңа келінмен, келін алады да, жаңағы үйлендіреді да баласын. И аңды отырды соларынша, көтін аңды отырды, қашан туасыңдар. Это вообще не ваше дело. Иди со своим мужем займись. Бар өзің күйеуіңмен айналыс, туатын балаң, сен ту, күйеуің бар ғой, ту өзің. Ішің пісіп жатса. Сейчас можно 50 лет тоже рожать. Нормально, медицина дамыған. Қызғанат, Майра, болды ғой, өздерің тәлпіштендіріп жүргесіңдер кемпір шалды. Все, жастар кішкене, естерің жиыңдар, балаларыңа не тәрбие беріп жатсыңдар. Өзің тудың ба, өзің асыра. Эфир сақтаңшы. Конечно, сақтаймын, бір айдан бері ең істеп жатырмын түнгі шайды. Спасатель позициясынан қалай шықсам болады? Надо жить свою жизнь, дорогая моя. Вот Гульвира вот правильно говорит, Гульвира говорит. Мен өз басым кейін қартайғанда ешкімге салмақ салғым келмейді. Өзімен өзім тұрғым келеді. Немере де баққым келеді. Өз балалар өздеріне дегім келеді дейді Гульвира. Өте дұрыс айтасың. Вот ты классной бабушкой будешь. Солай болу үшін құр пенсияға қарап отырма. Заработай деньги. Ты должна быть богатой бабушкой. Богатой бабушкой. Богатая бабушка, дедушка болып отырыңдар. Заработайте. 50-60-қа дейін заработайте кучу денег. Откладывайте. Қазақстанда пенсияның мөлшері 150-200 доллар. Оған өмір сүру невозможно. Поэтому біздің ата-анамыз жармаса береді бала шағасына ше. Вдруг если менде ақша алмай қалса, мына балам мені аш қалдырмайды деген сияқты. Олар жармаса беретін содан. Жаңағыдай богатый кемпір шал болғың келетін болса, жас кезіңде еш ақ болып жұмыс істе. Ақша тап, еңбектен, жина. Өзіңе жина. Өзіңе жина. Бала шағаңа сенің міндеті. Ата-ананың міндеті бала шағаға білім беру, тәрбие беру, болды, до свидания. Тойыңды өзің істеп ал. Ата-ананың міндеті той істеу деген нәрсе жоқ, оны өтірік ол. Ойлап ағасыңдар сендер. Өтірік, кредит бәленбай миллион кредитке кіріп той істейсіңдер, ырбаң етіп. Нахрен. Ой, ана еще жұлдыз шақырасыңдар ғой еще. Тәрпіштеніп. Әнші пейші шақырасыңдар. Болды, қойыңдар мына нәрсені бар. Зачем такие траты нужны? Рациональные траты. Үйіңді ал, машинаңды ал. Денсаулығыңа ақша сал. Ақша жина. Инвестировать етіп, үйрен. Құрыз осын ертең 150 доллар пенсияңа бейті. Қарап отпай. Конечно, сен нервничаетесің да. Бізде үлкен кісілер нервничает. Неге бала шағаға жармаса береді? Потому что пенсия мизерная. Өмір сұрамайсың ол пенсияға. Чтобы жаңағыдай, мен ертең ата-енеме, ертең мен балаларыма вообще ондай салмақ сағым келмейді, мен сондай күшті құртай бабушка болғым келеді, немерелерімді де баққым келмейді, мен сондай свободная бабушка болғым келеді болса, онда бүгін еш ақ болып жұмыс істе. Бай әйел болу керексің. Маған балаға инфекция жоқты, енем сендер емделіңдер деп өзіңнің баласын емдеткісі келмейді дейді. Неме? Маған балаға инфекция жоқты, енем сендер емделіңдер деп өзің. Про что ты? Абьюзивный отношениен қалай шығады? Қашып құтыласың. Если абьюзер өзгереді деп ойласаң, онда ты ошибаешься. Бизнеске разбор скоро сделаю, Аружан.
өзі шыққаныма рахмет демейсіңдер ма? Бір айдан бері эфирге тәпіштенбей отырыңдаршы. Так, мен енешкам өмір кайф қой дейді, шіркін дейді. Вот молодец, сенің енешкаң қарлығаш. Зарплатаны ата-енеге беруге. Маржан, зарплатаны ата-енеге бересің, если сен амал жоқ ата-ененің үйінде тұрсаң. Амал жоқ сияқты тұрсаң. Берін келмей ме? Бар өзің қотырыңды өзің қасы. Арендаға тұрсаң да, ипотека алсаң да, құрсай бар, отырмасай ол үйде. Отырасың да болды, сол үйде ол президент. Сенің ақшаңды түгел алама, жартылай алама, қаныңды ішеді. Екі 2015-те қайда болдыңыз, той істеп 5 жыл тұреді қой дейді. Базар жоқ сендерге. Базар жоқ. Екіншіні внепланово көтердім. Балам 4-те, жағдайымыз қазір мәз емес, қарыз кредит көп. Бірінші декретте енем мен күйеуім ұрған дейді. Аборт істеймін десем, күйеуім қарсы, еще угрозамы, не істеймін дейді. Енді Зарина күйеуім қарсы деген теманы мен түсінбеймін. Бұл жерде жағдай мынандай, угроза ма, басқа ма, внепланово дейсің ба? Я вот этого не понимаю. Женщина, вы чего не предохраняетесь? Күйеуің безответственный ма? Предохраняйся сама. Или надан кейін бала болмайды, а вдруг проскочит деп ойлайсың ба? Күйеуің безответственный ма? Если он не умеет предохраняться, предохраняйся ты. Жүр енді, аборт па? Аборт өте зиян әйелдің денсаулығына. Оны туғаннан кейін ана неплановый баланы да асырау да өте қиын. Өздерің қатындар андай бет, андай есігі жоқ түрмеге тығасыңдар да. Вот ваша безмозглость, это по-другому нельзя назвать. Безмозглость ваша приводит вас к тому, что вы в таком безысходном состоянии. Баланы тусаң, оған қарай алмайсың, асырай алмайсың, тумайым деп аборт істесең, денсаулыққа зиян. Енді отырып алып, типа, күйеуім не вообще мое тело, мое дело деген әңгіме бар ғой, негізі женщина сама должна решать. Понимаешь? Но мәселе мынада, аборт өте зиян. Тем более угроза еще, господи. Что ты делаешь, Зарина? Что ты делаешь? Біреуге аборт істе деп айтамайым. Тело – это дело каждого человека. Сен өзің шешім қабылдау керексің ғой, Зарина. Внепланово көтердім. Ты че? Көтеріп қойыппын дегенде ма? Қашан қоясыңдар, қатындар? Қашан қоясыңдар осы әңгімені? Көтеріп қойыппын деген нәрсені қашан қоясыңдар? Күйдіргілер. Жансая қалай сақтануға болады? Жансая. Мен мына жерге гинеколог деп жазып қойып па? Мына жерге гинеколог деп. Или мына жерде парақшама гинеколог деп жазып қойып па? Барсай, инстаграмда тегін гинекологтар отыр ғой. Жазсай миллион. Қазір мына поискке шығып инстаграмға. Гинеколог десең, доктор Бірбәлеева, любой барда посттарын оқышы обязательно жазып қояды. Қатындар сақтану үшін бітесін деп, или бар консультациясын сатып алып, мына жерге жазып қойып па, мен гинеколог деп. Ойлансаңдар, сендерді құртатын осындай бір ақмақтық құртады да. Ана бала тәрбиесі жайлы сендер бір подружкаларынан сұрайсыңдар, 5 бала туған подружкалар, типа ана опытная. Бала тәрбиесін сен детский психологтан сұрайсың, понимаешь? Баланың денсаулығын сен педиатрдан сұрайсың, көршіңнен емес, мамаңнан емес, енеңнен емес. Әр істің өзінің эксперті бар. Түсінесің ба? Күйеуім тек тамақ пісіріп кір жуып керек кезде ғана керекпін дейді. Но қалған кезде бөтен адам сияқты жүреміз. Әйелдермен сөйлеседі, сен көрсін деп кетірмедім деп нағылап отырма береді дейді. Ханифа Айсултан Альфия. Вот сенің сообщениеңнен не көруге болады?
Сен өзіңнің атың да жоқ қой. Ханифа Айсултан Альфия. Это не твои имена, это имена твоих детей. Сен атың жоқ. Өзіңнің атыңа Инстаграм тегін ғой. Тегін ашылған өзіңнің атыңа Инстаграм парақшаң жоқ қой сенің. Сен бұл әлемде сенің орның жоқ қой. Поэтому твой муж на тебе ездит. Сен ешақсың да? Он на тебе ездит, и у тебя даже не спрашивают, жүре ма, басқа ма. Ол бір күні сенің төсегіңе басқа қатында келіп жатса да, сен ештеңе демейсің. Сен ештеңе демейсің. Потому что сен кімсің? Потому что сен Ханифа Айсултан Альфиясың сен. Сен атың жоқ сенің. Сен тұлға ретінде, адам ретінде, личность ретінде сен өмірде орның жоқ, понимаешь? Как ты дожила до такого возраста, что ты никто? Қалай әкелдің өзіңді осыған? Кім Ханифа Айсултан Альфия? Сен өзіңді осыған қалай әкелдің? Каким образом? Қалай кеп қалдың осындай жағдайға? Ол сен бүйтіп бір күнде өстіп деп ұйықтан бүйтіп оянған кезде өмірің осындай болған жоқ қой. Сен ұзақ уақыт осы ситуацияға келдің ғой өзің. Өзің шешіміңмен, өзіңнің қадамыңмен, өзің келдің. Бірген? Бағана бір комментарий оқыдым да. Мен енді қазір популярныямын ғой. Мен популярныямын. Мен тиктокта отырсам өзімнің видеоларым шығады меніңше. Настолько я популярная десең. Сондай бір пабликтерде бір тарап кеткен бір видеоның астында біреу комментарий жазып қойыпты да. Осы қатын шыққалы жаман смелый болып кеттік қой деген сияқты ше, сондай әңгіме айтады. Бөлек шығыңдар. Розочка, как ты? Жігіттер көп ақша берсе, неден қорқам? Пока күйеуге не хочу жаспын, ақша табу керек дейді Аринтаева. Енді алмақтың салмағы бар, қазақ бекер айтпаған. Ана тиктокта көріңдер ғой. Көріңдер ма? Ана Мадлен ше, Мадлен. Құрсын, миллиондаған подаркілерді алып, сосын күй, сосын жігіттен ше, не бір брендтер, не бір қымбат подаркілерді алып, сосын онысы ұрам деп шыққан жоқ па? Ұрам деп шықты ғой оны. Даже ұрдып, он, короче, напал на нее. Тоқсан бестегі қайным үйлену үшін жұмыс жасаса да ақша таба алмай жүр. Енді ағасы оны үйлендіру керек пе? Жоқ. Ақын қыз жоқ. Ешкімді үйлендіру керек емес. Ақшаң жоқ па? Той істеме. Өзіңнің шамаң жететін қызды ал, который не скажет тебе. Мен той істемесең, мен саған тимеймін дейтін қызды алмайсың. Жоқ, маған керек емес, ондай шашта төк, ондай асқан, ондай не, маған керек емес. Не надо, давай просто распишемся. Әке-шешеміз бір-бірімен танысып, бір құдалық істесін, болды. Өзіміз достарымыз шақырып, бір қыдырайық, болды дейтін, сондай қыздыға үйленеді. Болды, бір жерлеріңді қысыңдар. Жаңағыда ойбай той істеу керек деп, жаңа не в тему ағасын, әпкелерін загружать етіп, олардан ақша жинап, зачем это? Жоқ па ақша? Признайте правду, денег нет. Нету денег. Тойға ақша жоқ, болды, значит, той болмайды деген сөз. Сол эскорт бай, Мадлен бай, құрсындаршы сондай әңгіме айтпаңдар. Мен білмейме. Жігітіме мамам айтады екен, немере керек. Тез үйлен деп, ал мен не хочу, алдағы бір жылда замуж не істесе болады. Как она? В смысле, сонда получается, кім? Мұратбек. Немере керек дейді екен. Ұлтуға. Енді ұлтуымнан қара енді. Сен жігітің примерно кеп саған прогрев жасап жатыр. Мамашка айтып жатыр енді. Бәрінің немересі бар. Бір немере иіскеп отыр. Маған да сол үйлен, бізге немере керек деп айтып жатыр. Мамашка. Деп саған жігітің саған прогрев жасайды ғой, прогревші.
и сен прогреваешься, сен примерно ол идеяға уже көніп тұрсың, ұлту, сен примерно уже көніп қойдың уже. Ол ана не қылмай қойшы, не істеуге болады деп, сен не істеуге болады деп просто так қойып отырсың сұрақ, сен уже іштей көніп отырсың оған. Менен рұқсат сұрамай ақ қойшы, кім ұлту, уже көніп отырсың. Неге? Ты можешь сказать, что, возможно, ты думаешь, что ты его любишь, да, но мәселе мындай да, бір-бірін сүйетін адамдардың ойы бір жерден шығады. Сен өз ойыңды жігітіңе айтамайсың. И оған, извините за выражение, на твое желание, то, что ты пока замуж не хочешь, то, что ты пока детей не хочешь, ему на это. Ол мамашкаға немере керек. Мамашканың настроениесі болмай жүр соңғы кезде. Сол немере баққысы келеді. Әпкемнің балалары бар ғой, бірақ енді олар жиен немере ғой. Ол не считается. Олар наймандар ғой олар. Наймандар ғой олар. Зачем? Өзіміздің немереміз болған қалайым. Мамашка сөйтіп жатыр. Ұлту, что там? Давай, дейді да саған, прогревает. Сен көніп отырсың. Айтып отырмын ғой, сен оны сүйем деп ойлама. Сүйетін адам, екі адам бір-бірін сүйсе, олар бір-біріне өздерінің ойларын, пландарын ашық айтып, және келісімге келеді. Если сен мен онда келісімге келмесең, то скорее всего далбаслап жүрсіңдер екеуіңде. Понятно? Осы мені тыңдаған қыздар ше, жаман духовит болып кететін болды ғой. Мамам мені туысқандармен өсектей береді дейді. Бір нәрсе сатып алсам да, вечерге барсам да секрет барлығын жеткізіп отырады. Өсекті тоқтатыңдар десем де жаманмын, бәрімен жеңгірін сияқты үйде өзім жақсы сезінем. Көшіп кетіңдерші. Біріншіден. Екіншіден, мәселе мындайда, пока ты живешь с родителями, ты обязан отчитываться. Отчет бересің де по-любому. Қайқа баратсың, вечерге барады. Не алдың? Кән көрсет пакет. Не алдың Зарадан? Неменесе қайта джинсы ала бересің, үйде 15 джинсың бар ғой деп ше. На все, за все отчитываешься. Ұнамай ма? Көшіп кет. Енем жалғыз, атам жоқ, күйеуім жалғыз бала. Я не хочу бірге тұруға. Күйеуім мамамен тұрайық деп қоймай жүр. Не істесем болады? Енеңді байға бересің, тура тайлақ сияқты. Тайлақтың да мамасы жалғыз басты болды ғой, сосын бір шалға дейді да, екеуі де бақытты болып кетті. Енелеріңді байға беріңдер. Вообще личная жизнь твоей енешки это не твоя проблема и не проблема твоего мужа. Это ее личная жизнь, это она выбирает одиночество. Причем тут дети ее. Бүйтіп бөліп үйреніңдерші, баланың өмірі, ол баланың өмірі, ата-ананың өмірі, ол ата-ананың өмірі. Сендер бүйтіп бәрін қашағып бір-біріне клейлеп жабыстырып тастағасыңдар ше. Енең жалғыз ба? Это ее выбор. Пусть найдет себе парня. Көп қой, жалғыз басты еркектер көп, жетеді ғой. Қалаға қойшыңдар, енеңді қойшын, шашын, күшті стрижка жасап, модный киім кигіз, бояңдар шашын, макияж, андай ресницы наращивать етіп, күшті қып киіндіріп, вечерлерге жібер. Вообще енеңді байға бер. Неме оның бетіне қарап отырсыңдар, ол балаңды баққысы келмейді, ол сенімен тұрғысы келмейді енең сенің. Ол просто от скуки там умирает. Балаңда сенің күйеуіңде просто чувство вины. Күйеуіңде чувство вины, типа, она же одинокая. Если она одинокая, это ее выбор. Выдайте ее замуж. Жігітпен біреумен танысып күйеуге бер жердер. Неге қарызға бата берем? Ақша таппайтын шығарсың, аз ақша табасың да, потому что. Бөлек шығып кеткенде ата ене неге ауырып қалады? Ну, потому что драматизировать надо, подраматизировать надо. Оңбаған. Кім ойлапты осындай бала туамыз деп. Салфетка қайда? Бүкіл өмірімізді осыған арнап, қу
қу шешек бізді тастап. Ойбай, жүрегім. Артистка ғой біздің ата енелер. Артист қой, шіркін. Сериалды шили көп көреді, олар бар ғой. Им нужно просто меньше сериала смотреть. Бірақ не істейді? Проблема, бізде мынандай проблема, оказывается, қоғамда бар екен да. Мен осыны өткенде бір мастер-классқа, бір бизнес-встречаға барған кезде үлкен кәсіпкерлер, кәдімгі миллиардерлер кәдімгі отыр. Я вам скажу, давайте мен сендерге миллиардерлердің өсектерін мен проблемаларын айтып берейін. Ехала. Ехала. Сендерге сол проблеманы айтып берейін. Олар мықты нәрсе айтып жатыр, негізіше. Бүйтеді. Собрались там вот эти вот, есть же, типа, акционеры крупных бизнесов в нашей стране. Енді олардың бәрі примерно, менен бір 10 жас үлкендер ғой. Бизнеске сәл ерте келгендер да. Естественно, олардың жағдайы жақсы болғаннан кейін олар әке-шешелерінің жағдайын жасап тастаған. Әке-шешелері примерно 70-80-де. Енді үлдемен-бүлдеге орап тастаған әке-шешесін, здоровенький, қақаңдап жүр, самолетпен туда-сюда, там-та-та-та. И оларда основная проблема в чем? Они говорят, это вот такие вот высокий рангтағы бизнесмендер айтады. Проблема в том, что бізде қоғамда дейді. Мысалы, есть образовательные центры для детей, для дошкольников, мектепке дейінгі адамдарға, балаларға білім беру орталықтары бар. Білім беру, оларды дамыту, музыка үйретеді, шахмат үйретеді, басқа осындай нәрселер көп дейді да. Бірақ пенсияға шыққаннан кейінгі үлкен кісілерге арналған места досуга, уақыт өткізу, жаңа білім алу, жаңа нәрсе үйрену орталықтары бізде жоқ дейді мемлекетте. Ана кісілер айтып жатыр, жоғарыдағы айтып жатыр кісілер ше. Соның кесірінен үлкен кісілер өмірде өздерінің орындарын таппайды дейді. Олар пенсияға шығады да, амал жоқ үйде отырады. Ол үйде отырғаннан кейін от скуки ол бала-шағаның қанын ішеді, немеренің қанын ішеді, сөйтеді да отырып такси етеді үйде ше. Одан өзі ауырады. Өйткені не? Человек деградирует. Человек сидит дома и деградирует. Ол ауырады. Ол по-любому ауырады. Білмейді не істейді. Азынан кешке не сериал көреді, әйтеуір үйде жүреді әйтеуір ше. Ода даму жоқ. Ол мидың жұмысына зиян да. Адам жаңа ақпарат алмайды, жаңа білім алмайды, жаңа адамдармен сөйлеспейді, ой бөліспейді, орта көрмейді ше. Ол просто үйде көретін ортасы сол өзі сияқты жаңағы пенсионерлер ма, бір бәлелер, вот это вот, бір жаңа адамдармен сөйлеспейді да. Яғни мозг у человека не развивается, они становятся капризные, злые, агрессивные, и они уходят в депрессию. Біреулер ерте өліп кетеді, біреулер жаңағыдай ауырады, сондай қиын. Яғни бізде 60-тан кейінгі адамдарға, 60-қа толған адамдарға арналған ештеңе жоқ. Болды, бізде как будто Қазақстанда 60-тан кейін адамдар өмір сүрмейді. Вот пенсионный возрастқа жетті ғой. Пенсионный возрастқа жеткеннен кейін ары қарай как будто все сдохли, как будто все. Оларға арналған бірде-бір жаңағыдай ойын-сауық орындары, білім беру орталықтары, оларды бір-бірімен таныстыратын жерлер, өздерінің жиналатын жерлер, онда ештеңе жоқ. Представляете? Ол факт, бізде мемлекетте осы нәрсе жоқ. Сондықтан да бізге біріншіден бұл культураны енгізу керек. Бар болса да өте аз. Перманова мен көрдім, ашыпты, нормально государственный бір-екі точкалар ашқан Астанада, Алматыда. Во-первых, это мало. Сосын қазір жаңағы мен ана кісілермен сөйлесіп келдім ғой, олар енді андай премиальный ашып жатыр. Сол өздерін жаңағы андай банктың бастығының мамалары баратын, папалары баратын, андай заводтың бастығының папалары баратын, сондай лакшери, супер лухари, сондай орталықтар ашылып жатыр. Они там отдыхают, там в Риксосе, олар мынандай нәрселер үйренеді, какой-то премиальный спорт, бір нәрсе деген сияқты. Вот есть для супер богатых, они там себе организовали мәз. Мен бар көріп келдім. Бүйтеміз. Жаңағы оқу орталықтарын ашам дейтіндер. Бізге осы жаңа культураны енгізу керек. Жаңа культураны енгізу керек. Яғни біздің ата-аналарымыз пенсия жасынан кейін они должны где-то встречаться, тусоваться, общаться, знакомиться и заново выходить замуж или жениться, если они стали вдовами или развелись. Понимаешь? Оларды бір жердің бір-бірлерімен табыстыратын сондай нелер ашу керек. Ашу керек, сондай клубтар ашу керек, да? И осындай не только для супербогатых или от государства емес, кәдімгі кәсіпкерлер осындай нәрселер жасау керек.
айналып келіп балаларға арналған оқу орталығын аша бермей, сонда үлкен кісілерге арналған жаңадан оқу орталығын, оларға бір білім беретін, жаңаша бағыт беретін сондай нәрсе ашыңдар. Түсіндіңдер ма? Неге? Сол кезде бізде қоғамда күшті сдвиг болады. Жаңағы үйде ерігіп отқан атаңмен енең сол жаққа жібересің. Басқа біреулермен танысады, өздерінің замандастарымен танысады, анан прикол айтады, бір жаңа мамандық үйренуі мүмкін, бизнес ашып кетуі де мүмкін. Почему нет? Они же не инвалиды. Бизнес ашып кетуі мүмкін, жаңа сондай қызығушылықтары болуы мүмкін. Жалғыз басты енелеріңді жіберіңдер, сондай енелерге жіберсеңдер, бар жігіт тауып келеді, бар. Үйлендіріп жібересіңдер. А чё? А чё? У них же что, в 60 лет жизнь только начинается, вы чё? Көміп қоймай үйге ол немере бақтырып. Мамам қолына еш нәрсе келмейді, масылсың дей береді, жұмысқа шық, бар құр үйде отырма. Қазіргі заманда қандай жігітпен жүреміз? Тұрақты жұмыс істейтін жігітпен жүріңдерші. Тұрақты жұмыс істейтін. Смотри, у нас мышление, оно одно. Бізде мышление, система мышления, ол біреу. Яғни жұмыстағы миың, сен мысалы жұмыстан үйге келесің ғой, үйге келген кезде сен миыңды жұмысқа тастап кетіп, үйге келіп басқаша адам болмайсың да. Сен жұмыстағындай болсаң, сен үйде де сондайсың. Соответственно, сен қара, жігітің жұмыста тұрақты ма? Жоқ, анау 2 ай сайын, 3 ай сайын, ой, бастықтар онша емес екен. Айлық аз. Ой, болмайды ол. Істей алмайды да. Бір өзінше ғой бастығым. Жабылып қалды олар ертең, не қылам деген сияқты өстіп, анау өтірік теріский сондай әр жерде ұшарымды жер біліп, қонарымды сәй біліп жүрген жігіт, ондай жігіттермен жүрмеңдер. Тұрақтылық. Егер ол тұрақты адам болса, жұмысында тұрақты болатын болса, значит ол қарым-қатынасында тұрақты деген сөз. Жырбың етіп, ана жұмыстан мына жұмысқа шыға беретін болса, ол ертең ана семейінде жүреді, анамен де жүреді, сосын үйленгеннен кейін тағы да, сосын оттан неше түрлі өзінің ана патриархальный ценностарын пихаттап қоймайды, сосын еркек деген бізге сүннет, 4 қатын алсақ та деген сияқты әңгімелермен пықпыртады. Короче, он свою безответственность будет закрывать какими-то теориями, выгодными теориями из ислама. Өзіне выгодный жағын алып, мен бір бәле қуады. А по сути он безответственный, да? Жауапты. Қандай жігіттермен жүресіңдер, қыздар? Жауапты, жұмыста тұрақты, өзін не істеп, не қойып жүргенін білетін, және карьера қуатын жігіттермен жүріңдер. Анау мынандай да бар ғой бізде. Андай ше. Ой, мен пока осы жұмысты істей тұрайын. Аяқта братандардан предложение күтіп отырмын қазір. Сол КМБ-ға тұру керек, сол прокуратураға тұру керек. Ағам бар. Папам сокурсникінің ағасының нағашысы бар ғой. Папам сокурсникінің нағашысы. Өте жақсы адамдар. Жақсы араласамыз, баяғыда біздің тойға келген. Сол кісі нормально, соның баласы қазір прокуратурада екен. Соны папам айтып қойған соған. Соны жұмыс күтіп отыр. Оған дейін қазір енді ана жақта сәл-пәл жүре тұрамын ғой. Бір жерде андай менеджер болып сауда деген сияқты. Фу! Жүрмеңдер ондай жігіттермен. Ешек болып жұмыс істейсің дейді. Официант басқа еш нәрсе жоқ, ақшасы аз, уақытың, өмірің сонымен кетеді. Қандай жұмыс істесек болады? Не өпті официант болып істесең? Официант болып өмірің кетпейді, сен сол жерде адамдармен танысасың, сен жұмыс үйренесің. Мықты официант болсаң, мықты администратор ресторанда боласың. Мықты администратор ресторанда болсаң, возможно, будешь каким-то сервисным менеджером в ресторанном деле. Көп қой, карьераның, любой сферадан карьера шығаруға болады. Мысалы, сен етікші болатын болсаң, просто етікшісің да. Просто әшейін бір
дешевый цехта отыратын етікшісің, көшеде базарда отыратын етікшісің да. Сен ана жұмыстың бәрін біліп алғаннан кейін, уже үйреніп алғаннан кейін, типа копейка сол біреудің тәпішкесін тігіп сол жүрейін сол бейшара болып емес, сен үйреніп ал оны. Мен Алматыдан андай мықты сапожникті білемін ғой. Лексуспен жүреді, ойнама сен. Вообще аяқ киімнің темасы, мен киім, оказывается, ақша көп екен ғой. Аяқ киім ремонтты, қырғын ақша бар екен ғой. Короче, этот кореец, у него, короче, несколько точек по ремонту обуви. Естественно, он ремонтирует. Откуда у него Lexus, извините, дорогие мои? Он ремонтирует только классную брендовую обувь. Брендовый аяқ киімдердің проблемасы сол аяқ киім. Ойбай, астына профилактика керек. Ойбай, вот здесь пятнышко, вот здесь замша пожелтела, вот здесь у меня вот это, мне нужно восстановить деген сондай темалар өте көп. И на этих темах можно классно зарабатывать. Да, можно быть чмошником-сапожником, а можно быть богом всех сапожников, знаешь, вот так вот разъезжать на Лексусе и иметь огромный бизнес. Поэтому все зависит от того, как ты смотришь, да, официант өтетін айлығы аз. Если топас болсаң, саған кім көп айлық береді? Сен топассың ғой. Где вы думали, что сен қазір өмір жұмыс істеп көрген жоқсың, қолында бір әйтеуір үйтіп қашып жүріп оқыған, университеттен алған бір өтірік дипломды біреуге жаздырып алған, бір қолында бір дипломың бар. Примерно дипломный работаң біреуге жаздырып алған ғой, или көшіріп алдың ба, құдай біледі. Сөйтіп алдың да, енді болса, енді анамнан да жұмысты қақтан істеймін мен. Сен официант болып жүрейін, сол өмір бақи копейкаге жұмыс, өмір бақи сен бір айда істеген жоқсың ғой әлі. Сен топассың ғой, саған кім айлық жақсы береді? Пожалуйста, спуститесь на землю, ребята. Спуститесь на землю. Ты пока опытың жоқ па, топассың ба, ешкім саған айлық бермейді. Человек должен вырасти, он должен стоить этих денег. И любой жұмыстан өсуге болады. Жаман жұмыс жоқ. Вообще жаман жұмыс жоқ. Сендер отырып аласыңдар да өздерің көк тиын жоқ қалтада ше. Көк тиын жоқ, бүйтіп мұрнын шиіріп отырады. Немене? Официант па? Оғыш. Біреудің ыдысын жуып жүрейін деген сияқты. Фуф. Тура сондай әңгіме айтатын жігіттермен жүрмеңдер қыздар. Жаңағыдай ше. Ана жұмысты менсінбей, мына жұмысты менсінбей, бір какой-то бір кожаный кресло күтіп отқан жігіттермен жүрмеңдер. Нахрен. Оны сендер бүйтіп адам, қыздар бүйтіп алдан қалады, короче. Қыздар сендер бүйтіп алдан қаласыңдар, типа. Жаңағы жігіт бүйтеді ғой. Ана өткенде жашық донерка ашыпты. Былай көрді енді бір ай істеп, мына өтқан табыс жоқ. Жүр ғой сол. Онда Адикода сол кірген ғой. Билайн центрге кірген, онша емес айлығы. Не қылам ондай жұмыс? Менің амбициям ұрып тұр ғой. Мен нормальный жұмыс күтіп отырмын қазір. Сол ана мамам сол нағашысының сокурснигы антикорда істейді. Мен антикорға не қылам, басымды қатырып, бірақ не қылмайын ба деген кезде қыздар сендер сол әңгімені естисіңдер да, мына жігіт амбициозный екен, онша жұмыстарды менсінбейді, сразу кресло хочет. Міне осы жігіт амбициясы ұрып тұр, осындай жігітпен жүріп алданбаңдар, он просто тупой, жұмысты менсінбейтін адамдармен жүрмеңдер. Кез келген жұмыс ол жұмыс. Кез келген жұмыстың қадірі бар, құны бар. Егер сен сол жұмысты жақсылап істесең, одан пайда шығаруға болады. Сіз мысал келтіретін тура менің байым. Қаға қарап жүрсің? Қалай тиіп алдың? Жұмыс менсінбейтін адамдармен вообще дос болмаңдар да, жүрмеңдер де вообще. Ой, андай жұмыс па? Қойшы дейтінше, өздері бірақ такси айдап жүретінше. Вообще, ондай адамдармен араласпаңдар, до свидания. Вообще, это самые гнусные, мерзкие люди. Не общайтесь с такими людьми. Вот, басынан өткендер жазып жатырмын. Менің жолдасым сондай жігіт болды, ақырында айырылыстық. Жұмыста жасамады, жұмысты менсінбейтін дейді. Әне, қыздар түсіндіңдер ма? Роза ханым, қандай жігітпен жүрсек болады мына заманда дейтін қыздар.
жұмысты менсінбейтін жігіттермен жүрмеңдер. Ертең ол сенің басыңның соры. Ертең үйленіп алғаннан кейін істемеймін, қойшы, ол жақта ақша жоқ, ол жақта мынандай жоқ, ой, ол опасный жұмыс, анау мынау дейді, сонымен 40-қа дейін мойныңда отырады. Нахрен тебе это надо? До свидания. Уже жұмысты менсінбей бүйтіп, уже бүйтіп керіле бастадың ма? До свидания. Не қыласың өміріңді омалтып? Міне жұрттар ажырасып жатыр сондай жігітке тиіп, кезінде көздері соқыр. Дамуды неден бастасақ болады? Егер бір тиын төлемей дамығың келетін болса, бір тиын, 0 теңгемен дамығың келетін болса, азынан кеш мен эфирлерімді қарайсың, рилстарымды қарайсың да, сосын соның мотивациясымен жұмысқа шығып кетесің. Жұмысқа шығып кетесің да, от души істейсің жұмысты ше, беріліп до конца істейсің. Как будто сен даже біреуге жалданып жұмыс істейсің ғой, примерно біреудің бизнесінде істесең де, сол бизнес сенікі сияқты жаныңды беріп тұрып істейсің, өртеп тұрып істейсің сол жұмысты, бар ғой. Тек қана демалысты сәл бет демалған кезде де сразу мен түнгі шайларымды қойып соны оқисың, вообще жан-жаққа қарамайсың. Жұмыс істейсің, мен эфирлерімді қарайсың, жұмыс істейсің, мен эфирлерімді қарайсың. Вот мә дамып кетесің, страшно, 1 тиын төлемей дамып кетесің зато. Сосын ақша істегеннен кейін уже мен платный курстарымды алуға болады. Привет, Салания дейді. Алдияр, сен қашан кетіп қалдың Аланияға? Өткенде ғана Алматыда жүредің ғой. Ол қан іштіңдер де инкрузистармен. Айттым ғой, инкрузисқа ақша салмаңдар, болды. Не, мені кіммен салыстырасыңдар? Салыстырмаңдар мен ешкіммен. Роза ханым, сіз ұрысқасын ешақ болып жұмыс жасап бастап едім дейді, бақытты болып жүрмін. Айттым ғой. Бақыт ол жұмыста. Бақыт ол жұмыста. Понимаете? Человек, когда реализованный, ол өзіне, мысалы, сендердің проблемаларың ғой, самооценкамды қалай көтерем, қалай пысық болам, қалай өзіме сенімді болам, траляля, тапаля, сондай әңгімелер көп қой сендердің. Жұмыс істеңдерші. Жұмыс. Бас көтермей 10 сағат, 15 сағат, 12 сағаттан жұмыс істейсің. И істеген жеріңде, как будто ол сенің жұмысың сияқты, сенің бизнесің сияқты. Бар жан дүниеңді салып, түсініп сол жұмыстың спецификасын ше, сөйтіп жұмыс істеу керексің ғой сен ше. Сөйтіп жұмыс істе. Бақытты боласың. Бақыттың шыңы ол жұмыста. Правильно. Четко айтатын адамдар келді ау дейді. Реально да айдалада ауызды көпіртетін дейді. Өлі. Күйеуім ұрып жібереді, қыздарымды айғайлап сөйлейді, уже шаршап кеттім дейді. Өлі, Алия, қыздарымды алда құры тұрма ондай кеңкелеспен. Қуасың бұға, қалай сен қыздарыңды еркекке ұрғызып қоясың? Білет, қатындар қойыңдаршы осындайларыңды. 7 мая тойлап жүрмін дейді, вода тепленькая. Да, у меня же, я когда поехала, первые 2 дня было же холодно, потом на 3-й день уже потеплело, и тоже искупалась в море. Сіздің эфирлеріңізді көріп, мотивация алам. Здесь бола бастасам, эфирімізді қалаймын, туля шапалақ берген сияқты дейді. Молодец, Забира. Молодец. Ты тоже в Турции, да, кажется? Қызыл флаг көрсек, түсінікті болды, что ты в Турции, да? Часы где брали? Часы это Cartier. Қалай өзіңді елмен салыстырмай жүруге жұмыс істеу керек Болатбек қызы? Елге қарауға шаман келмеу керек қой. Сен атыңды ұмытып жұмыс істеу керексің ғой. Сен туралы бірдеңе айтып жатса, мен туралы ма? Деп до того түсінбейтіндей, до того шаршап жұмыс істеу керек қой. Просто сен ергіп, мен туралы не айтып жатыр екен деп ше. Не деді тағы да? Қалай айтты сосын?
тура сөйтіп айтты ма? Точно ма? Қазір мен сұрайын, қазір мен точно сұрайын. Сен ғана естідің ба? Қасыңда Айгүлден болды ма? Айгүлден сұрап алайыншы, тоқта. Осы әңгіме үшін мен қазір чат ашам. Мен, Айгүл, Эльмира, сен үшеуміз осы мәселені талқылауымыз керек. Аш чат. Голосовой. Айгүл, мына жерде Эльмира айтып жатыр ғой. Мен туралы сөйтіп айтты ма өткенде? Майралар туған күнге барған кезде сөйтіп айтты ма? Тура. Маған соны подробно от үйді айтып берші. Тыңқ деп жіберіп қоясын сосын ол. Я, ол сосын кіріп, ол жібереді, Айгүл жібереді саған. Я, ол кезде мен енді кіріп келіп жатыр едім да. Сендер анан нені ашып көріп аттыңдар ғой сол кезде, ана 9-ды бәрін ашып аттыңдар ғой. Подаркілерді ашып аттыңдар. Сол кезде мен кіріп келдім, сөзді негізі жарысынан естіп қалдым мен. Точно естіген жоқпын, бірақ жарысынан естідім. Сонда қалай естідің? Не деп айтты сол кезде? Мына жерде Эльмира екеуінің сөздерін сәл сәйкес келмей жатыр деген. Твою мать! Кім сен туралы не айтты? Какая разница? Жұмыс істеші. Жұмыс істеші. Айтылған әңгіме айтылып кетті. Сен туралы әңгіме айтылып кетті. Сен қазір не істесең де айтылатын әңгіме айтылып кетті. Ты ничего с этим не сделаешь. Ерігіп отсыңдар ғой, ерігіп. Не айтты тағы да? Точно сөйтіп айтты ма? Точно ма? Қазір мен біліп келейін, қазір мен звондаймын қазір. Деп осы ерігіп отсыңдар ғой. Жұмыс істемейтін адам сол ғой. Жұмыс істемейтіндер сол. Жұмыс істемегеннен кейін сол айналайындар. Екі жерде жұмыс істеймін, ақша жетпейді. Жасың қаншада? Жасың қаншада? Такой шоколад вкусный. В Алании купила. Алдияр тоже купи. Там, короче, не бар ғой? Пляж бар ғой? Клеопатра пляж. Сол жерде Starbucks бар. Starbucks'тың қасында есть турецкие сладости. Шоколад они сами варят. Называется... И ат не? Неважно, тауып аласың. Неде? Клеопатра пляжында Starbucks пен бисквиттің ортасында есть турецкие сладости, турецкий именно шоколад бар. Бір нәрсе қахвесі ма, бірдеңе, короче. Атын білмеймін. И там я покупаю, постоянно барған кезде покупаю вот этот молочный шоколад с фисташками. Она вообще, фисташка. Это так вкусно. Ішінде свежайший фисташ, а шоколад. Ты в отеле Клеопатра? Молодец. Я там тоже была. Такой уютненький, нормальный. Бисквиттен кейін жаңағы кофейня бар. Ертең барып соны алда сториске сал, мен алдым деп. Мен көрім керек. А то не успокоюсь. Я не знаю, сколько стоит, не помню. Түркияға барған кезде, осы жол барған кезде, ақшасы барған, за меня платили, так что я не знаю. Трансформациялық ойын. Я же сама проводила кэшфлоу. Это классная игра. Қайда отырсыз дейді. Үйімде отырмын. Алдияр шоколад алсаң маған сатшы дейді. Алдияр сен Қазақстанға алып кетсей оны. Сосын сатайық екеуміз. Роза ханым, сентябрьде Польшаға оқуға кетіп бара жатырмын. Мамандығым өзіме ұнамайды, медицина, бірақ жақсы оқимын. Атанам қалай айтсам болады, медицинаға емес, айтеге түскім келеді деп. Сен Аселина, сен бит. Сен екеуінде оқы. Жизнь впереди, она, знаешь, жизнь долгая.
Если захочешь ее прожить красиво, то она долгая. Жассыңдар ғой сендер қазір, как будто өмір бітіп қалатын сияқты. Осы мамандықты оқысам бітті, өмір бітеді, болды, осымен өліп кететін шығармын дейсіңдер да. Что медицина, что IT, екеуі қазір ең қазір мықты сала. Медицина всегда мықты болған, и IT. Мысалы, медицинаны сен бітіріп, бірақ конкретно врач болмасаң да, ты можешь стать айтишником в сфере медицины. А это супер узкая специализация. Қазіргі кезде IT очень хорошо идет в сторону медицины. Денсаулық мәселесінде қазір мынандай стартаптар шығып жатыр ғой, типа мынау сияқты, там, я не знаю, қанның анализінен сенің жаңағыдай инсультқа подвержен, не подвержен екенін білуге болатын стартап деген сияқты. Әртүрлі сондай да, яғни медицина мен IT-дің қазір қосындысынан мощный проекттер шығады ше. Мощный проекттер шығады. Сен екеуінде оқы. Өмірде еш нәрсеге жоқ демесей, да де. Әке-шешеңе айт, Польшаға жібересіңдер ма? Медицинаға барам, атасына деді. Сосын өзім параллельно IT-ма бір бәле оқимын деген. Сен тастама, IT-ді тастама. Түсіндің ба? IT-ді тастама. Медицинаны оқы. Просто сен даже мына 4 жылдық басын интернға дейін специализацияны бөлгенге дейін оқысаң да, ары қарай капец. Выбери что-нибудь такое, связанное с нейрохирургией. Вот қазіргі кезде роботизация и нейрохирургия, осы, я тебе скажу, это будет бомба. Если сен медицинаны Польшада оқитын болсаң, сондай специализация, ал более сложный, жаңа хирургияға қатысты, сондай нелерге қатысты, капец. Ты правильно, Аселина, ты правильно идешь. Цойха бар. Хочу в Нью-Йорк Медгала дейді. Құрсын биылдықына қалып қалдың ғой сен, алдияр. Биылдан қалып қалдың ғой, келесі жыл барасың енді. Енді сен ол жаққа журналист болып кірмесең, былай енді кіргізбейді. Білесің, өзі 300 ба приглашение береді. Оның өз бағасы, нормальный баға. Оқа жұлдыз болсаң кіргізбейді, жаным ау. Журналист болып кір. Не істейсің енді? Сене бір жыл не бар? Уақыт бар. Барасың Нью-Йоркқа. Кім болып баруға болады басқа ойға? Мақұл, может, гостей обслуживать, официант болып кіресің, не қып кіресің, уже жұлдыз болып кірамайсың, никак, это нереально. Там они только своих звезд туда пропихивают. Мэтгала. Ну, на самом деле, Алдияр, я считаю, что Мэтгала это такой сильно распиаренный, сильно как бы искусственно распиаренный мероприятие, тем более, он реально искусственно распиаренный. Это просто... Енді білмеймін. Это, конечно, классно, обзоры смотреть, анау-мынау. Мысалы, Оскарда кезінде дым болған жоқ қой. Сонда искусственно распиарить етіп, ойбай, Оскар деген оған бір ценность берді. Мэтгала то же самое. Химия саласы туралы не. Химия это офигенно. Химия, биология это офигенно. Соны просто жаңа технологиялармен ұштастыра білу керек та. Жаңа технологиялармен ұштастыра білсең, это круто. Биология сферасында, медицина сферасында стартаптар атып жатыр ғой қазір. Химия сферасында тоже дофига. Ойбай, мына эфир деген ограниченный оқапты ғой, 2 минуттан кейін эфир бітеді дейді маған. Роза ханым, енем, сука, блядь, десе, что делать дейді, көшіп кет. Көшіп кет, көшіп. Өткенді қалай ойламауға болады, жұмысқа тұрасың. Мен сендерге айтатын екі мықты нем бар. Ұнамайтын жерден көшіп кет. Басқа ана не істеймін, мынаны не істеймін, ана туралы не қыламын, жұмысқа тұр. Ұнамайтын жерден көшесің де жұмысқа тұрасың. Мықты лайфхак, везде работает. Любой психологиялық проблеманың шешімі сол. Ұнамайтын жерден көшіп кету и жұмысқа тұру. 10 сағат, 12 сағат еш шақ болып жұмыс істеп жұмысқа. Өмірің 180 градусқа өзгереді ғой. Совсем басқа адам болып шығасың. Вообще басқа адам болып шығасың ше. Мықты адам боласың. Сеннен мықты адам болмайды. Ой, все, у меня 57 секунд. Оказывается, эфир стал ограниченный. Бала-шағам күйеуім қуанатын болды ғой. 2 сағаттап қалай отыра бересің, мама шаршайсың ғой, өшірші дейтін еді. Все, ребятки, всем спасибо. Тұңғышайларға жиі шығып тұруға тырысамын. Очень рада была повидаться с вами, пообщаться. Пишите комментарии. Сол. Қайырлы түн вам. Пока всем. Пока-пока-пока.